Басқарма келіпті ауданнан. Келіпті ғой, бір арба балалар әкеліпті. Шекі өкпе кішкентай дейді ғой мейірман саған. Мұнысы дұрыс болған екен. Ал ағайын, тегіс жиналсаң сөзіме құлақ сал. Өздерің білесіңдер, мен ауданға жұмысша келем деп кеттім. Ақыры бұлай болды. Өкімет біздің ауданның 9 колхозына 54 бала жіберген екен. Мен жер аяғы шалғаймен барғанша ересектерін бөлісіп әкетіпті. Соның өзі жақсы болды. Жетісіп отырған ешкім жоқ. Түгел кем-кетікпіз. 4-5 жұмысшы қосылған азаматтың орны толмас деп ең ұсағынан таңдап алдым. Менің әкелгенім 6 бала, бәріңе жетпейді. Және қазір бауырма салым деп алып, ертең өгейістіп жүрсек тағы қазақшылыққа жатпайды. Мүмкін үкімет әлі де жіберер, сонда қалғандарға тиеді. Ал қазір қолда барын Құдай жолмен бөліп берем. Ал бәйбіше, балалар тамақтарын ішіп болса алып шық. Балаларға орын берді, келді. Ал Дөрімбек, үкіметіңді оқы, балалар мән-жайын айт. Бәсекең дұрыс айтады. Баланың саны 6. Смен атыр 20 кинофильмдерді мен таныстырып шығайын. Стойдың алдында тұрған 2 қазақ балалары. Үлкені 8-ді, кішісі 6-да. Мынау Нартай, мынау Ертай. Екеуі ағайынды. Бұдан соң татар баласы Рашид 7-де. Көзі сығайған, жалпақ бет қара бала. Қыз бала Алмат. Ярдынгүл, жасы 6-да. Қасындағысының аты Яков, 9-да. Қолғаштай молына қарасаң, Жойт тәрізді. Бірақ та дүкметінде осы деп жазылған. Қайдан кеп, қайда тұрған белгісіз, әрі мұқал. Осыдан кейін алдымен шыққан қасқа 7-де. Оның оны сізден жасыратын нәрсесі бар. Теге жаман неміс. Оның орны детдом емес еді. Әке-шешесінен бірде айырылып, панасыз қалды. Үкіметтің кеңшілігі мол, енді осы жаққа келіп жатқан жайлығы бар. Мен болдым бәсеке. Сөз сізде. Сөз дейтін не сөз бар? Осы ауылдан соғысқа сайдың тасындай 43 азамат кетіп еді. Әзірге оралған 2-і. Дөрімбек қолдан берден аяқтан айырып келді. 23-мен қараға қазалдық, хабарсызы қаншама. Тегіс жетімбіз. Жетім болмаса, 70-те келген Ахмет күндіз мал қарап, күнде күш бөліп бағама, әйтеуір артының қайырын берсін. Сөз дейтін не сөз бар? Біз баладан айырылсақ, мына алданда тұрған атадан айырылған жетімдер, 2 жарты 1 бүтін. Тоқта, осы жердегі барлығы бала алғысы еді, мен де. Ана арқанда, мына Түлеубайды өзіңіз қыла алмасыз. Тегіс сәби жасындағы кішкентай балалар көрінеді. Шыққан жерін ұмытып, ертең-ақ барып басып кетеміз. Өздері үйретпеңіз. Мен бөлмеймін, өздерің таңдаңдар. Тек ретін айтайын, реніш өкпе деген болмасын. Ал аға, жол сіздікі, таңдаған балаңызды алыңыз. Мен осы мықтыны алайын. Баланың аты кім? Өзіңіз білсін. Жауды аяған жалы дегенді білуші едіңіз? Сен не шартып тұрсың, а? Сақалыңыздың астын аяғындағы жансақ іске аяғыңызды бастыңыз. Сен неміске 3 жасағын өрсең, мен неміске 3 жылын өргенмін. Сондықтан жұтты бөгемей, баланың атын айт. Зигфрид Вольфганг Вагнер. Волфганг қалай? Зигфрид Вольфганг Вагнер. Жаңа жақсы ат екен. Жүр балам, үйге кеттік, апам күтіп отыр. Жұрттың сөзін ұрғаның бар ма? Ал мен мына 2 қазақ бауырларды алайын, бөліп жармайын. Қазақтыққа жатпайды ғой. Мен Нартай мен Ертайды алайын. Жүрдіңдер айналайын. Мен татар баласы Рашидті алайын. Мен Қалмат Ядымге қызын алайын. Мен Якубты алайын. Аза
қазақ, неміс, орыс деп бөлуге болмайды. Бұл пайғамбарымызға шет, Құдайға күнә. Сондықтан баламды қазақ салтымен сүндетке отырғыз басан шақырып атын қойдым. Дұрыс болған. Әйткенмен осы баланың неміс баласын алуға не себеп? Рас, ойым қазақ балаларында еді. Айыруға қимадым. Үлкен ұтым есті көрінді. Ұмытырмас түбінде теңін табар дедім. Ал басқа балалар ше? Ең тәуір осы зекең болып көрінді көзіме. Бұл балынан қорқтым. Көп жетімнің ішіндегі шын жетімі осы екен. Жөн болған еді. Өзі ұғымтал, аса зерек. Бірақ биыл мектептен қалды, тілі жаттықсын. Жылқыға жаны құмар, басында үркектеді, қазір үйренді. Менімен бірге атқа мініп сиыр бағуды да үйреніп алды. Жараған екен. Қашадай болымда қамшы ұстамақ болдым. Неге басымыз? Зехит Вольфан Владимир малды қастандықпен егінге апады. Малды айдап бақтым, өз көзіме көрдім. Астағфирулла, сен не деп тұрсың? Неміс деген аты неміс. Осыны ұмытпауымыз керек. Соғыста шыққан кім? Сені бірдей ұшуынан айырған кім? Сен оларды білмейсің, мен білемін. Мына көзіме көрдім. 2 жыл от кешіп, соғысқа барғанда қатерге бас тігіп, контужный ауылға келгенде алдымен немісті көзсін деп жүрмісің? Жоқ, көнбеймін бұған. Бар, қайттан апар. Көзің құрт. Әйтпесе сен де жаусың, халық жаусың. Мына халық жау, мына сен. Мен тірі тұрғанда зекеңді қанатыға қақтырмаспын. Жүре ғой құлыным. Ата, мен сізді Алматыдан іздеп келдім. Ұлан газетінің тілшісімін. Маған редакторым негізінен өз елінің патриоты туралы мақала жазуды тапсырған болатын. Соғыс тек қана майдан даласында ғана емес, майдан даласына жақын орналасқан ауылдарға да қасіретін тигізген деседі. Сізді сол соғыста жетім қалған 6 баланың тағдырын жақсы біледі дейді. Я, мен сол Ахмет Қарияны таңдаған секенімін. Менің ұлтым неміс, жүрегім қазақ. Өз ұлттың шынайы жанашыры болу үшін менің әкем Ахметтің кең жүрегі керек. Ата, сіз ұлтыңыз неміс болса да, қарапайым халықпен бірге қазақы мінезде өсіпсіз. Мамандықты да солай таңдапсыз. Ахмет шал да сіздің тегіңізді ұмыттырмапты. Қандай көрегендік, қандай мейірім толассыз жүрек. Ұрпаққа қалдырған мәңгілік аманат жүгі. Ұлтқа бөліну, дінге бөліну адамзаттың болашақтың жауы.